Assalamualaikum, құрметті көрермендер. Қайырлы таң. Біз Алматы қаласындағы Сайран автовокзалында жүрміз. Алматы қаласындағы Сайран автовокзалының мынау Қазақстан Республикасының облыстарына жүретін автобустар және мынау Үрімшіге де бар екен, Қытайға. Мына жағында Алматы, Ташкентте тұрған екен, бірақ бұл жерде көп олар тұрмайды да, өзінің орындары бар. Қазір сол жерді сіздерге көрсетіп өтемін. Ал мынау қалған автобустар осы жерде тұрып, осы жерде кетсе керек. Былайша айтқанда қазір кеш уақыт жүреді, 6, 7, 5 өзінің уақыты бар. Ал жүк жіберетін болсаңыз, немесе пошта осындай салатын болсаңыздар, осындай машинада келеді де, осылар мінекей осындай автобустарға салып жібереді. Немесе автобустар кетіп қалса, немесе автобустар болмай, шоферлар болмай жабық болатын болса, мына жерге тастап кетсеңіздер де, мінекей жүктерді өздері қабылдап алады. Мінекей Астана, Қарағанды, Балқаш, мына жағы міне Шымкент, Айнабазар, Алматы, Үрімші, Шымкент, Түркістан, Кентау, Жетісай, Шардара, Қызылорда, Шиелі, Жаңақорған. Мына жерде Үшаралға да бар екен. Және де мына жағында Көкшетау, Павлодар, сөздің қысқасы барлық Қазақстанның қалаларына бар екен. Бұл жерде енді жүк, енді багажға артады ғой, бірақ Сайран автовокзалынан алып билет аласыздар, сол билет бойынша кете бересіздер. Қазір мынау Сайран автовокзалының не жағын көрсетемін қазір. Іш жағын. Егер мүмкіндік болып отса, автобус тұратын жерді көрсетіп өтемін қазір. Мына бәрі сол сәбетте көрінді салынған. Одан кейін ешқандай ремонт жасалмаған. Міне мынау Сайран автовокзалы. Өздеріңіз білесіздер, мінекей. Мына жерде бағанағы автобустар кешке өзінің уақыты болғанда, сол билет арқылы кіргізеді де, осы жерден мініп кетесіңдер. Қазір іш жағын көрсетейін. Осы жерлерде тұрады. Мынау Монголияға да бар екен. Тараз, Жаңақорған, Шиелі, бағанағы автобустар осы жерлерге келеді. Ташкент, Өзбекстан осы жерге келіп тұрады. Бағанағы күтіп тұрады сол жерде. Мына автовокзалдың іші. Отыратын орындықтар, ар жағында кассалар бар. Ал мына жағында столовый бар екен. Ал мына жағында жүк сақтау орны. Мына жерде магазин бар. Банкомат бар, аптека. Барлығы бар. Бірақ сол айта кететін нәрсе, сол ешқандай көптен бері құрылыс жұмыстары жүргізілмегені біліп тұрмын. Мынау сол Сайран автовокзалының
көрінісі қай жерде не бар. Көзі аздарға да оқу үшін орысша, қазақша. Алдыңғы жағы, алдыңғы жағы мінекей. Алдында да автобустар бар. Келсеңіздер сол кассадан билет алып, немесе нөмірлеріне звондасаңыздар, заказ етіп қояды. Сол арқылы кете бересіңдер. Мына жерде Ташкентке баратын автобустардың нөмірі мінекей. Кімде-кім Ташкентке баратын болса, міне осы жерге звондасаңыздар, осы жерден мынау Қарғосқа баратын автобустардың нөмірлері қытайша жазып қойған. Мына жағында Күлжа. Бишкекке де бар екен. Алматы Бишкек. Міне мынау автовокзал, міне Сайрам автовокзалы. Енді бір бұрын өте Қазақстанның астанасы болып тұрғанда өте үлкен автовокзал болған. Уақыттың өтуіменен енді ол уақытында Совет дәуірі еді. Мына жерлерде адамдар деген толып жүрген болса керек. Неге дегенде Алматы қаласындағы ең орталық автовокзал болып есепталған. Сол үшін ол уақытында өте басқаша, өзгеше керек десең, асфальттардың өзі басқаша жап-жаңа болған болса керек. Жаңа алдын көрсетіп өткендей ешқандай өңдеу жұмыстары істелмегені өзі бәрі орындықтардан, асфальттан, сол есіктері, терезелерінен білсе болады. Ташкент қаласында да солай Сабрахим деген автовокзал сондай болған еді. Бір 15 жыл, 20 жылдай сыр тарқап кеткенде жауып тұрған еді. Бір 10 жыл ма жауып тұрды. Кейін жылдар өтіп, қайтадан ремонт жасаған еді. Өте әдемі болып қалды. Міне сол Сайран автовокзалының алдыңғы жағында мынау Төле би көшесі. Көп адамдар осы автовокзалға келгеннен кейін түскеннен кейін мына жақта таксистерге енді түнде келсе әлі жоқ, кетеді. Бірақ күндіз келген адам мына жерде сол автовокзалда автобустан шыққаннан кейін, түскеннен кейін Ташкенттен немесе Бишкектен басқа республикалардан келсе, мінекей осы жерден түсіп, мына жерге келсе, мына жерде міне автовокзал, автотұрақ бар. Сол автотұраққа мініп, қаладан қаланың ішіне көптеген автобустар жүреді, сол арқылы кетсе де болады. Енді жүктері аз болса, егер жүктері көп болса, әрине қиындау болады. Бірақ қазір көбісі Яндекс такси заказ етіп қояды, немесе танысы күтіп алады. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мүмкіндігі болса, видеоны тарқатыңыздар, сау болыңыздар, аман болыңыздар.